Баршаңызға сәлем, есімім Аяулым. Бүгін сіздерге қолмен жасалатын үй жағдайындағы пирожкимен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүттің үстіне 1 қасық дрожжымызды салып, яғни ашытқымызды саламыз. Оның үстіне 1 қасық қантымызды саламыз. Және де осылардың үстіне сұйық майымызды, сары майымызды құямыз. Оның үстіне 1 қасық тұзымызды салып, барлығын бірге араластырамыз осыларды. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне ұндарымызды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, аз-аздан осылай салып отырып, 1 стакан суменен осылай жасап илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Неге осындай қамыр болып шығады, осы қамырдың үстінен салафандарымызды жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгенге дейін қойып қоясыздар. Жылы жерге қоюды ұмытпаңыздар. Енді біз бұнылар картошкамен және капустамен начинка жасайтын боламыз. Картошкаларды дәл осылайынан турап, ыстық суларыңызға тұздарыңызды салып, қайнатып қоясыздар. Осылайынан турап салсаңыздар, тезірек пісуге жақсы болады. Ендігі табаларыңызға майларыңызды қойып, соның үстіне пияздарыңызды салып, пиязды әбден қуырып аласыздар. Қуырып салғандарыңыз өте жақсы болады. Пияздары пісіп, бұлай салсаңыздар, піспей қалуы мүмкін, қуырғанда дұрыс піспей қалады. Сосын пияз кідірлеп, ішінде піспей тұратын болады. Жаңа картошкаларыңыз осы уақытта пісіп дайын тұрады. Сол картошкалардың үстіне осы пияздарыңызды саласыздар. Тұздарыңызды, бұрыштарыңызды бәрін бірден салып алып, жақсылап бір келкі, бір масаға келгенше жақсылап араластырып аласыздар, араластырып езіп аласыздар. Пиязды бірге езесіздер. Мінекей осындай болып шығады. Бұл картошкамен дайын. Ендігі бізге капустамен керек болады. Осылай майда құйып, қыздырып, соның үстіне капусталарыңызды саласыздар. Біздің үйдегілер қатты көп капуста жемейтін болғандықтан мен аз ғана капуста сіздер үшін ғана жасап жатырмын. Міндетті емес, сіздер картошкамен де өздеріңіздің қалаған нәрселеріңізді салсаңыздар болады. Осылай 1-2 минут қуырып, үстіне тұздарыңызды, азған дәміне қарай тұздарыңызды салып, 7-8 минутқа бұқтырып қоясыздар. Сонда көлемі басылып, дайын болып шығады. Мінекей біздің жаңағы тестамыз, яғни нанымыз дайын болды. Осылай 1-2 рет басып аласыздар, дәл осы видеодағыдай. Барлығын түсіріп, осындай көлем жасайсыздар. Если үлкен болып баратса, 2-ге бөліп алғандарыңыз ыңғайлы болады. 2-ге бөліп, осындай форма жасап, кіші қылып, кішкентай қылып бөліп аласыздар, бөліктерге бөліп аласыздар. Если сіздер сатуға жасайтын болсаңыздар, грамдарын өлшегендеріңіз дұрыс. Мен әрқалай осылай кесе бердім, ыңғайлы етіп. Үлкен болып баратса, тағы да бөле саламын. Осылай бәрін домалақтап қойып шығасыздар. Бұл тыңауы үшін тағы да үстін жауып, 5 минутқа қойып қойыңыздар. Сонда өте жақсы көтерілетін болады. Кейін 5 минуттай тұрды. Енді бірінші біз начинкасына картошкамызды салып жасайтын боламыз. Осылайынан жайып аласыздар. Қатты да жаюдың керегі де жоқ. Осылай ғана кішігірім ғана жаясыздар. Жиналып қалатын болады ол. Тура ортасына картошкаларыңызды саласыздар. Сәл-сәл өйстіп жайып қоясыздар, жайып. Екі жағын бірге етіп, осылайынан шығасыздар. Бұлар обязательно қуырған кезде, болмаса пісіп жатқан кезде, печкаға пісіп жатқан кезде ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан қаттырақ басыңыздар. Мен осылай 2-3 қайталап басып шықтым. Осылай теріс қайтарып, бір рет басып қойсаңыздар. Мінекей дайын пирожкеміз. Картошкамен дайын. Ендігі сіздерге капустамен көрсететін боламын. Дәл жаңағы видеодағыдай басып аласыздар.
қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Мен сіздер үшін 2 начинкамен жасап жатырмын, және жартысын қуырып, жартысын печкаға салып жатырмын. Салайын деп жатырмын. Сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Неге жаңағындай қайтып бірнеше рет басып қоясыздар, теріс аударасыздар. Мінекей дайын. Жартысын мен печкаға салып жатырмын. Осылай астын майлайсыздар, тамақтарыңыздың майлап, үсіп қойып шығасыздар. Үстіне жұмыртқа жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады, өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен жаққан жоқпын. Сіздер жақсаңыздар да болады. Өзі де сарғайып піседі, жұмыртқа жақсаңыздар да болады, ол жақсы болып шығады. Неге? Осылай салып қоясыз, 180 градуста пісіріп аласыздар. Ендігі майда қуырамыз. Майларыңызды жақсылап қуырып, жаңағы пирожкиларыңызды салып шығасыздар осылай. Өзі көтеріліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай міне көтеріліп жатыр. Қатты баяу да емес, қатты көтермей де орташа отта пісіріп аласыздар осылай. Екі жағында қызартып, неге? Дәл видеодағындай осындай әдемі болып шығады. Екі жағын да қайтарып пісіріп аласыздар, қуырып аласыздар. Майларын сорғытып, пирожкилеріңізді аласыздар. Печкамда да осы пирожкилер пісіп жатыр. Мінекей менің пирожкиім дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ болады. Балаларыңызға ұнайды. 100% сеніммен айта аламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған аяулым. Рахмет.